Нағыз батыр болғың келеді ма? Өзінің ұлтыңа, болашағыңа адал қызмет еткің келе ма? Онда бүгінгі видеоны соңына дейін көр. Бүгін мен Бауыржан Момышұлы атамыздың өмірінен алынатын топ 5 принципті айтатын боламын. Жалпы Бауыржан Момышұлы деген кім? Бауыржан Момышұлы ол Ұлы Отан соғысының ардагері, Кеңес одағының батыры, философ, командир, жазушы және де қазақтың батылдықтың символы. Осындай мықты тұлғадан мен ойлаймын, өмірінен алынатын принциптары өте көп, тек 5-пен шектелмейді. Бірақ сол кісінің өмірінен алынатын мықты 5 принципті мен бүгін бөлісіп өтемін. Неге осындай мықты тұлғалар бар кезде осындай тұлғаларды айтпаймыз? Осы кісілердің өмірінен мықты бізге пайдалы болатын принциптарды, өмірлік мақсаттарды неге алмасқа? Сол себепті мен осы видеоны жазып отырмын. Бұл көп просмотр жинай ма, аз жинай ма, маған разница жоқ. Негізінен сіздерге бір адам көрсе, маған өте қатты пайдалы болады деп ойлаймын. Сол үшін осындай тұлғаларымызды айтып отырмыз керек, біліп отырмыз, және өмірінен біздің өмірімізге пайдалы ақпараттар алып отырмыз керек. Сол кезде біз ел боламыз, жер боламыз және жақсы өсеміз деп мен ойлаймын. Ал Бауыржан атамыздың ең алғашқы принципі темірдей тәртіп, яғни дисциплина болуы өте маңызды болған. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген өзінің мықты цитатасы бар. Ол өзі жалпы соғыста жүрген кезде де, барлық жақта жүргенде де ол өзі ерте тұратын болған. Мұздай суға қолын жуып, азында обязательно физподготовкасын жасайтын болған. Сөйтіп ол өзінің өмірін тәртіпке енгізген болатын. Ерте тұру арқылы, басқа да арқылы. Сол секілді біз де өмірімізге сол нәрсені қолдануымыз керек. Ол өзінің әскери формасын үнемі таза ұстаған. Қатардағы сарбаздардың киімін үтіктелмегенін көрсе, қатаң ескерту жасаған. Ол бұйрықты болжытпай орындаған. Оның өзінің үстінен қарайтын командирлерден оған бір задача келсе, ол бұлжытпай орындаған болатын. Егер де ол адал, әділетті болса, ал әділетсіз болса, ол командирге барып түсіндіріп, және де қарсы болатын. Және Бауыржан атамыз сарбаздардың уақытын құр босқа өткізуін қаламаған болатын, және де жақтырмайтын. Егер де сарбаз бос жататын болса, ол оған обязательно барып кітап оқуды, бірдеңе жазуды, бірдеңе үйренуді бұйрық қылған етін. Өйткені ол уақытын бәрін жоспарлайтын болған. Осы жерден шығып, Бауыржан атамыз күнделікті өзінің уақытын жоспарлаған болатын. Ол өзі жазушы болса да, оның тәртібі болатын, қай уақытта жазу керек екен, кешкі жақын өзінің бір уақыты болатын. Сол себепті де біз де өмірімізге осы темірдей тәртіпті енгізуіміз керек. Сол кезде тәртіп болған жерде жеңіс те болады, басқа да нәрсе болады. Екінші принцип батылдық пен жауапкершілік. Осы нәрсе арқылы негізінде Бауыржан атамызды біз Бауыржан атамыз деп еске алатын боламыз. Неге? Өйткені ол Москва түбінде соғыста да ол өзін алдыңғы қатарларға қойған. Және де сарбаздардың өміріне жауапкершілік ала алатын болған. Және де өзінің айтылған жаңағыдай кейбір моменттерде дұрыс емес шешімдерін, қателігін мойындай алған. Оның бәрі мына батылдықпен, жауапкершілік алумен шығады да. Біз де осы нәрсені өмірімізге принципқа кіргізуіміз керек. Әр өзіміздің шешімімізге батыл түрде кіріп, және де жауапкершілік көп алып үйренуіміз керек. Егер де мынау жігіт жауапкершілік көп артқан сайын, ол мықты бола бастайды. Мықты жетістіктерге жете бастайды. Сол принципті біз өзімізге қолдануымыз керек. Үшінші принцип ол ұлтына деген адалдық. Ол соғыста жүргенде қазақ офицерлерін көрсе, егер де ол орысша сөйлеп тұрса, ол кезде айтады: егер сен қазақсың ба, қазақша сөйле деген екен да. Ол өзінің қазақша сөйлеуінен ұялмаған адам екен. Және де ол айтады, қазақтың батырлығы ол қанында бар деген сияқты өзінің мықты фразаларын айтқан болатын. Және де артымызда Москва, сондай секілді әртүрлі жазуларында қазақ тілінде жазған болатын. Өйткені ол совет адамы болам деп ұмтылған жоқ, ол қазақ болам деп ұмтылған болатын. Сол себепті де осындай ұлтына деген мықты аталдықты біз де ұстануымыз керек. Қазақша сөйлеуден ұялмауымыз керек. Қазіргі таңда қарасақ, қазақша контент негізінде енді басталып келе жатыр, енді қолға алынып жатыр. Бірақ бұрыннан қандай еді, біз қазақша сөйлеуден ұяламыз. Даже үлкен қалаларда, Алматы, Астана секілді қалаларда, егер қазақша сөйлемейтін болсаң, сені бір мәңгүрт деген сияқты қылып қалыптастырады, саған басқа көзбен қарайды. Ол мен өмірімде де болған нәрселер. Мен бірақ орысша сөйлей аламын. Бірақ сонда да қазақша сөйлеген моменттерде кейбір қазақтың өздері ұялатын моментке жеттік. Ол өте жаман нәрсе деп ойлаймын. Сол үшін Бауыржан Момышұлы атамыз осы ұлттық дәстүрімізді сақтауға шақырған болады. Тамырыңнан айырылсаң, рухың өледі деп ұрандатқан болатын. Сол себепті де біз өзіміздің кім екенімізді, ұлтымыз қандай екенімізді біліп жүріміз
керек деп ойлаймын. Сол кезде біздегі жаңағы рух та болады, жаңағыдай мықты батылдық та, мықты шешімдер де біз қабылдай аламыз, егер біз арғы аталарымызды кім екенімізді біліп жүрсек. Төртінші принципі білім мен рухани даму. Ол өзі әр қашан кітап оқып жүрген болатын. Өзінің андай бір кішкентай қалташасында әрдайым өзі кітап ұстап жүрген. Және ол әрдайым жауынгерлердің психологиясын зерттеген болатын. Және өзінің соғыс психологиясы деген өзінің еңбегінде жазған болатын. Сол кезде мынау сарбаздардың ішкі өзінің жан дүниесін, психологиясын қатты зерттеген болатын. Сол әрдайым үйренген болатын. Және де ол айтады, қызықты бір фраза есіған, соғыс кезінде адамдар мынау атысқан кезде сол үшін өлмеген екен да. Кейбір сарбаздар мынау соғысқа бара жатқан кезде қорыққаннан жүректер жарылып өлген деп те айтады. Ол жастармен жиі кездесіп, оларға дәріс оққан, олардың мотивациясын көтерген, олардың духын көтерген. Өйткені сөз ол жүректен өтеді, ол нәрсені түсінген Бауыржан атамыз. Және сол үшін көп оққан, ол мынау өзінің ораторлық навыкын дейді, сол нәрсесін дамытқан, осындай рух берген. Сол үшін оның батальоны, оның жалпы сарбаздары әрдайым жеңіске жеткен. Өйткені олардың Бауыржан атамыздың берген рухы оларға кәдімгідей жақсы көмектесіп отырған. Және ол күнделікті жазып отырған. Ол қазір бізде психологтар айтады, күнделікті жаңағыдай өзіне жаз, шүкіршілік дәптерін жаз деген сияқты. Ол нәрсені Бауыржан атамыз сонау 1945 жылдары жазып отыратын болған. Получается, ол күнделікті өзінің қалай болды, өзінің қандай чувствосы бар деген сияқты бәрін жазып отырған. Сол кезде ол адам дами түседі екен. Сол принципті біз өзімізде қолдануымыз керек. Үлкен аталарымыз қолданса, біз неге қолданбасқа? Жалпы оқуға, үйренуге ешқашан кеш емес дейді. Ол өзінің мықты фразасы бар. Ақыл қарттықтың емес, ниеттің жемісі деген. Сол айтып кеткендей, әрдайым білім алу ол ешқашан кеш емес. 40-та болсаң да, 50-60-қа таяп қалсаң да, ол сен ешқашан артық білім етпейді. Сондықтан да біз өмірімізде әрқашан жаңағыдай білімді, рухани дамып отырмыз керек екен. Ал бесінші, соңғы принцип, ол жаңағыдай принципшілдік пен адалдық. Ол өзінің көп мынау жеңіске жетті ғой. Сол кезде өзіне көп деген марапаттар келген еді. Сол кезде ол көбісін былай меніңкі емес, ол менің сарбаздарымкі деп өзінің мынау сарбаздарына деген, өзінің жауынгерлеріне деген адалдығын көрсеткен болатын. Және де ол көп деген өзінің ойын ашық жазудан ешқашан қорықпаған. Ол өзінің ойын жазған, мынау үкіметке қарсы деген сияқты. Бірақ ол ішінде ол жазаланған, ол өзінің адал принциптарына ешқашан бөгет жасамаған болатын. Ол жағымпаздықты жек көрген. Адалдық адамның айнасы, ал жалғандық, сатқындық деген ұстанымда болған. Енді осы принциптарды қалай қолданамыз? Мен өзім қазір таң намазына ерте тұрып, ары қарай осындай тәртіпті, өзінің адалдықты, осы ұлтқа деген жақсы қызмет етуді мен осы контент арқылы, және басқа да нәрселер арқылы өзім принциптарыма енгізіп жатырмын. Мен ойлаймын, осы 5 принципті әр қазақ өзінің өміріне енгізу керек деп. Әр қазақ болсын, басқа ұлт болсын, кез келген адам осы принциптерді қолдану керек деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлы мен үшін нағыз қазақтың мықты символы. Дәл осындай батыл, мықты азамат болу үшін осы 5 принципті негізінде жеткілікті деп ойлаймын. Сондықтан осы принциптерді қолданып, қай принцип сізге ұнаған комментарийға жазып кетсеңіз болады, және қайсысын қолданасыз, және де осыны басқа да өзінің достарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Сөйтіп өзіміздің жаңағыдай осындай аталарымызды қандай принциптер ұстанғанын біз осылай айтып отырмыз керек деп ойлаймын. Келесі бізде қандай тұлғаға осындай принциптерін алсақ болады деген комментарийға жазып кетсеңіздер, мен сол туралы ақпарат іздеп, сол нәрсені өзіміздің өмірімізге қолданатын боламыз. Сіздермен болған Нұрдәулет, Нұрекеу, осы каналға тіркеліп кетіңіздер.